Сізге көп қойылатын сұрақтардың бірі, айлық табысыңыз қанша? Курстан тыс оқушылармен және ата-аналармен болған бір қызықты жағдайларды айтасыз ба? Ондай жағдайлар көп болып тұрады. Оқушылар не үшін Азамат Teacher курсын таңдауы қажет? Соған толығырақ жауап бересіз ба? Тығын айтсам, электрогазда сварщикке болған. Сварщик көмесі что? Қалай үлгересіз? Сонда сізде бірнеше жұмысым бар дедіңіз алдында. Энергия мықтана. Энергияны қайдан аласыз? Қыз айтқан, если Азамат ағай келсе ғана, менімен сөйлессе, мен қалуым мүмкін деген. Сол енесі енді маған звондап, енесі де жақсы адам, менімен жақсы адам. Өзімнің мұғалімдеріме сонда өзім сабақ беремін ағылшын тілінен. Бірақ оны ешкімге приват етпеймін, өтініш ешкім істемесін. Адамдар жаңа мотивация дедіңіз ғой. Мен қарыздан энергия алатын кісімін да. Келіні бар. Келіні мен жақын араласатын дос қызым болған. Досым болған. Яғни семейный тема кетіп жатыр. Осы ағылшын тілі сіздің курсыңызды аяқтағаннан кейін оқушылар белгілі бір құжат, сертификат ала ала ма? Мен сол уақыттан бері телефонымды 24/7 интернетті де өшірмеймін, телефонымды да өшірмеуге тырысамын. Құпия болмаса сабақта қаншаға қарап тұрсыз? 9 сыныптан аттестат. Сіз айлсқа дайындайсыз ба? Көп қойылатын сұрақ осы. Сәлем достар, бүгін біз Теміртау қаласындағы Азамат Teacher курсында қонақтамыз. Азамат ағайдың өзінен жеке сұхбат алатын боламыз. Курстың қандай жүйемен жұмыс істейтінін және де Азамат ағай туралы сіздер білетін және білмейтін тың ақпараттармен бөлісеміз. Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз саламатсыз. Қош келдіңіздер. Ойлаймын, нәсіп болса жақсы сұхбат болады. Рахмет дегендеріңізге. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бүгін сіздің курсыңыз туралы толығырақ ақпарат алатын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз оқушылар не үшін Азамат Teacher курсын таңдауы қажет. Бірақ тақырыпты бастамас бұрын өзіңізбен жақынырақ таныссақ. Қанша уақыттан бері ағылшын тілін білесіз? Бұл салаға қалай келдіңіз? Және де осы күнге дейін қанша оқушы оқыттыңыз? Ағылшын тілін алдыңғы интервьюде де айтқан болатынмын. Көп жерде айтқам, 2014 жылдан бері білем, Instagram профиліме де бұл нәрсені жазғам, курсты бастап жатқан кезінде. 2014 жыл колледжге түскенмін, яғни 9-дан кеткенмін. Сол колледжге бірінші күн барған кезінде ағылшын мұғалімі болған. Бізде произношениесі күшті болып, сол кісіге қызығып, солай үйренгенмін. 2014 жылға, яғни қазір 2025 болса, 11 жыл деп айтуға болады. Ал қанша оқушы оқыттыңыз дейтін сұраққа расын айтсам жауап бере алмаймын. Өйткені Қарағандыда, Теміртауда, одан қалды онлайн оқушыларымыз бар. 4-5 жылдан бері осы нәрсені істеп келе жатқан болсам, ол өте көп болып кетуі мүмкін да. Егер өзім қателеспей көзқарасыммен былай қарайтын болсақ, анық мен есептемегенмін, әрине бір 1000-ға жуық болу керек, может одан астам. Солай есептеймін. Бұл салаға келуімнің себебі тоже алдында айтылған, көршім себеп болған. Мен сол шетелден келген кезінде баласы ағылшын тілінен төмен баға алып жүрген. Сол бағаларын дұрыстау үшін мен шетелден келгенімді біліп, ол кісі курсқа емес, былай үйретші деп өтініш білдірген. Сол кісіге үйретіп, ол тағы да бір оқушы, екі оқушы болып, солай курс күтілмеген жерде не болған, ашылған, ешқандай бір план болмаған, что курс ашамыз, осылай оқушы оқытамыз деген сияқты. Үйде басталынған ол проекттің бәрі. Сіз мектепте ағылшын тілін оқыдыңыз ба? Ағылшын тілін оқыған, бірақ бізде болған, мен оқымаған. Бізде болған, мен қызықпаған неге. Вообще мен мектепте сабақта да қызықпайтын. Не только ағылшын, қызықпайтын. Болған бірақ. Негізінде құпия болмаса сабақта қаншаға қарап тұрсыңыз? 9 сыныптан аттестат. 4 пен 3 болған өтірік айтпай. Мен колледжде жақсы оқыған. Мектепте оқи алмаған. Ал ондай болса, неліктен мектептен кейін ағылшын тілі мамандығын таңдадыңыз? Қандай түрткі болды? Ағылшын тілі мамандығын таңдаған жоқпын, өкінішке орай. Біздің қаламызда ондай мүмкіншілік жоқ еді, ағылшын тілі факультеттері. Біздің қаламызда 2 колледж болатын, біреуі технический колледж, то есть қазір бізде Теміртауда завод бар, сол сияқты. Екіншісі жаңағындай кәсіпөнер, тоже строительский сияқты не. Мен өз шындығын айтсам, электрогазда сварщикке болған. Сварщик көмесі что? Жұмыста қоса айтыңыздар, істеп бере аламын.
Ya колледжде сол сварщикке оқығам. Ағылшын факультеттер басқа қалаларда бар еді, облыста, басқа столицада неде, бірақ түсуге мүмкіншілік болмаған, финансовый жағдай кішкене қиын болған. Колледжге мен өзім ол профессия ұнатпаған тоже. Сол жаңағы мұғалім қызықтырып дегенде мен өзім қызыққанмын ол нәрсеге. Кейін сол жерде үйреніп, сол кісіге еліктеп, произношениесі ұнап қалғанда, содан үйреніп, соңында үшінші курста ма, егер қателеспесем, колледжіміздің директоры өтініш жасаған маған, что сен уже деңгейің біраз жақсарып кетіпті. Мен олимпиадаларға нелерге шыққан. Кейін сол өзімнің мұғалімдеріме соңында өзім сабақ берген ағылшын тілінен. Потому что оларда тоже андай болғанда бізде основном әйел кісілер еді мұғалімдер. Біреу декретке кетіп жатады, біреу декреттен келіп жатады. Жаңағыдай әйел кісілермен жұмыс істеу кішкене қиындау ғой. Сол білім жағына кішкене не бере алмайтын еді да. Кейін директорымыз сонымен көріп ақырында айтқан, что мұғалімдерге тоже уақыт босаған кезде үйретті. Кейін колледжде мұғалімдер мен есімде, что мен үйреніп жүрген кезде менен қашып жүретін всегда. Мысалға, мен көп сұрай беретінмін да, кейін айтатынмын сағат осы екінші парадан кейін келші дейді, барсам жоқ болған еді да мұғалімдер. Түсінбейтін кейін уақыт өте келе түсіндім да, что ол кісілер жетік меңгермеген. Кейін түсіндім нәрсені. Үшінші курста кейін үйреткен солай болған. Сізге көп қойылатын сұрақтардың бірі, айлық табысыңыз қанша? Иә, көп қойылады. Бұл бірақ личная граница өкінішке орай. Мен тек осы курстың артында ғана менің табыс таппаймын. Басқа да неде салада жұмыс істеймін. Сол себепті нотариусте переводчик болып істеймін мысалға. Енді расын айтатын болсам, бұл жұмыстан да определенный не жоқ. Тұрақты табыс жоқ. Мысалы, қазір жаз мезгілі басталып жатыр ғой уже. Бізде өкінішке орай, қазір мысалы 100 оқушы болса, например, айтатым, оның 50-і демалысқа кетеді. 3 ай бойына бізде мысалы табыс азаяды. Ойласаң, кейде болады, көптеу болып кетеді ол. Айта алмайтын не, әр айда әртүрлі. Солай. Бір сұрақ қойыңызшы. Бір жылдық шетелде бір жылдық табыс есептейді ғой, миллионерлердің барлығының. Оны айта аласыз ба? 7-8 арасы. 7-8 арасы. Екінші сұрақ, осы ағылшын тілі сіздің курсыңызды аяқтағаннан кейін оқушылар белгілі бір құжат, сертификат ала ала ма? Сертификат мәселесінде көп адам сұрайды. Өкінішке орай мен сертификат бермейді, біздің курста берілмейді. Өйткені неге? Ол сертификат белгілі бір деңгейді аяқтаған соң беріледі, я басқа курстарда, бірақ ол сертификат ешқандай жерге өтпейді. Яғни мысалға, бір сөзбен айтатын болсақ, мектепте алған анкетамыз жаңағы грамоталарымыз бар ғой, солар сияқты. Ол мен я бір жұмысқа тұрып кетуге болмайды, я оқуға түсетін кезде оның көмектері болмайды. Мен халыққа всегда келген оқушыларға түсіндіремін, ол сертификат алғыңыз келсе, официальный сертификат алыңыз. Потому что ағылшын тілінде IELTS, TOEFL деген тағы да қазір көп бағдарламалар бар ше, соларға деңгейін көтеріп алып, соған тапсырып, тестпен өзінің деңгейін анықтап, олардың мысалы көмек етеді. IELTS программасы жайлы мысалы YouTube'дан да бүткіл жерден көруге болады, ол біраз мүмкіндіктер береді да. Work and Travel'ға тоже көмек етеді деген сияқты мысалы. Ал біздің сертификатымыз өкінішке орай ешқандай нәрсені шешпейді. Ол просто былай курстар не үшін береді мысалы, біздің мысалы курстар, ол оқушының типа самоуверенность дейді ғой, сол мысалы. Сіз міне элементариді аяқтадыңыз, міне pre-intermediate аяқтадыңыз деген сияқты да. Ал былай, ол нәрсе бәрі ешқандай не бермейді жаңағыдай. Көмегі тигізбейді. Сонда сіз бермейсіз? Мен бермеймін. Сонда сіздің курсыңыз арқылы өзінің білімін көбейтіп, сосын барып сол IELTS-тарды тапсыру керек, е? Ну, егер қалаушы адам болса, әрине, өзі қалайтын адам болса, тапсыруға болады. Жақсы. Сіз IELTS-қа дайындайсыз ба? Көп қойылатын сұрақ осы. IELTS-қа дайындайсыз ба? Менде IELTS-қа дайындайтын программа бар, дайындай алам оқушыға, дайындаған кезінде. Осы 4-5 жылдан бері осы салада жүрген болсам, дайындаған оқушыларым болған, IELTS-тан 6-да 5, 7 алған оқушылар да болды. Сол арқылы Астанаға осы офисте оқып, үйде кезде осы офисте оқып, 3 адам Америка, Нью-Йоркқа кеткен. Біреуі мысалға студентский виза кетті, біреуі travelский виза 10 жылға, біреуі work and travelға кетті, сондай жағдайлар болған.
қазір неге IELTS-қа дайындамайсыз деп көп адам сұрайды да. Бұл дайындамауымыздың себебі бар. Біріншіден, мен өзім психологиям, қазір ең қиын нәрсе не десе, адамға сөз түсіндіру деп айтатынмын. Біріншісі. Бізде мындай система болды. Біздің курсымыз, например, айтайық, қазір 16.000 теңге ғой. Бір айда аптасына 2 рет келеді, 16.000 теңге. Сол IELTS-қа дайындау 85.000, 100.000 немесе тағы да басқа көлемдегі не болып келеді да, ақша болып келеді. Қымбаттау. Қарағандыда да сондай. Теміртауда IELTS-қа дайындайтын курс жоқ, біріншіден. Бізге келді адамдар. Бір күнде келген жоқ, яғни өзінің уақытымен келді. Түсіндіреміз, мысалы, біздің курсымызда, мысалы, осындай 16.000 теңгелік бар, 22.000 бар деген сияқты да. IELTS, мысалы, 85.000 теңге тұрады деген сияқты. Ол кісілер шықты да, өкінішке орай, сарафанный радио қосып кетті. Не болды? Азамат ағайдың курсы, Азамат Ечердің курсы 85.000 теңге екендігі әңгіме шығып кетті. Мен ол нәрсені кейін естідім, өкінішке орай. Инстаграмнан жазды адамдар. Сізге бағамды курсқа берім келеді, стористеріңізді көрем. Өкінішке орай қымбаттау екен, жеңілдіктер жоқ па дейді. Мен айтамын, жоқ, бізде мысалы 16.000 бар, міне осындай десем, сізді 85 деп естідім дейді, өкінішке орай. Түсіндіңіз ба? Мақтанып көп айтады. Жоқ, на самом деле IELTS-ті сұраған бізде. Мен IELTS-ті түсіндіріп айтқан, бағасы осынша болады деп. Сол себепті сол нәрсені полный жойып тастауға тура келді. Өйткені бір IELTS-қа дайындаймыз деп біраз клиентті біз қашырып алдық кезінде. Негізі сондай система болды да, сол үшін IELTS-тың полный программасын жойып жіберді. Өкінішке орай, қазіргі курста деңгей көтеру көлеміндегі ақшасымен IELTS-қа дайындай алмаймыз. Ол ешқандай курс олай дайындай алмайды. Ол кішкене қымбаттау болады. Сіздің соңғы дайындаған оқушыңыз қай уақытта дайындадыңыз? Так, 2023 жыл. 23 жыл ноябрьде қателеспесем. Бір бала көп жоғары балалы. Сол сертификатқа шықты. Сол IELTS-тан қанша 6-да 5 алды. IELTS-тан 6-да 5. Курстан тыс оқушылармен және ата-аналармен болған бір қызықты жағдайларды айтасыз ба? Ондай жағдайлар көп болып тұрады. Осыдан 1-2 жыл бұрын, егер қателеспесем, мен сол уақыттан бері телефонымды 24/7 интернетті де өшірмеймін, телефонымды да өшірмеуге тырысамын. Өйткені мынандай жағдай болған, түнгі сағат 3-тің кезінде маған бір оқушы звондаған. Мен ойладым, басып кеткен шығар деп, бірақ көтердім. Ол оқушы жас оқушы болды, кәмелетке толмаған, үйінде мамасы ауырып қалған. Ол енді бала болғаннан кейін, ол мысалы скорый неге звондауға кішкене қорқып кеткен да. Шок состояниеде болған ғой. Бірден мен ойына түскенде маған звондады. Ағай, мамам ауырып қалыпты да. Сондай, сіз не болған? Сол уақыттан бері телефонымды өшірмеймін. Тоже осындай бірден. Көмегіңіз тиді ғой сол кезде, шақырып бердіңіз? Шақырып, енді барып не қылдым, қолымнан келгенше көмектесуге тырыстым. Одан бөлек тағы да андай бір система болған бізде. Бір кісілер курсқа жазылған, қазақ ұлтына тиесілі кісілерді. Ол кісінің оқушының әжесі болған. Енді әжесі өте үлкен кісі болған үшін, енді анамыз есебінде ғой, құрметтеріне жүргенбіз. Осындай жұмыстан кейін үйге барған кезінде сол кісі звондаған. Үйдесің ба, боссың ба, деген кезінде бізге кетпей аласың ба деді. Такси шақырамын деді. Мен тыныштық па деп сұрағам, бірақ ойладым, что бір ситуация болады сол жерде. Көмегіңіз керек. Көмегім керек. Бірақ мен ойыма өкінішке орай андай жақсы нәрсе келе қоймады. Ойладым да, біреу может ауырып қалды ма, может тағы да бір енді адамның ажалы бірден дейді ғой, сондай бірден болып қалды ма деп ойладым. Дауысы да кішкене басқашалау естілді. Барсам, ол жаңағы кісінің, яғни әжеміздің келіні бар. Келіні мен жақын араласатын дос қызым болған, досым болған. Яғни семейный тема кетіп жатыр. Ол қыз тоже менде ағылшында оқыған. Бір жағынан досым, бір жағынан оқушым есебінде. Сол кісі кейін айтқан, короче, бардың арасында бір конфликт болған, отбасы жағдайына байланысты. Қыз айтқан, если Азамат ағай кесе ғана, менімен сөйлессе, мен қалуым мүмкін деген. Сол енесі енді маған звондап, енесі де жақсы адам, менімен жақсы адам. Сіз келіңіз деді, мен айттым, мен өзім үйленбеген, мен не решет етемін енді бұл жерде. Отбасы несін айта алмайын дедім да.
Şu kızбен сөйлесіңіз, сізді ғана не қылып жатыр деді. Күйеу жігіт те ондай бір жаман жігіт емес кәдімгідей. Енді араласып жүрген адамды. Былай әйтеуір психология кішкене қосылып, кішкене анықтау естігенімізді айтып, сөйтіп не қылдық. Бірақ олар әлі күнге дейін Аллаға шүкір бірге тұрып жатыр. Ешқандай ажырасу несі болмады. Жалпы айтқанда кейін сол түсіндім, что ол кісі қыз, то есть мені не қылғанда требовать еткен да ол кісілерді. Қатты құрметтеген үшін ба сондай ситуация болған. Ақылыңыз маңызды болған. Иә, сол кісіге менің поддержкам керек болған шығар деп ойлаймын. Бірақ өзім сол кезде бір басқаша ситуацияға түскен кәдімгідей. Ондай жағдайда болып көрмеген едім да, өйткені бірінші рет болған ол нәрсе менде. Жақсы. Тағы бір сұрақ қойайын ба? Так. Сіз негізі тек қазақ тілінде оқытасыз ба, ағылшын тілін? Ағылшын тілін қазақ тілінде және орыс тілінде оқытамын. Бірақ өкінішке орай мен орыс тілін мектепте оқымағанмын. Орыс тілін грамматикасын жақсы білемін. Практикаға келген кезінде жоқ. Мен орыс тілінде жетік сөйлесе алмаймын. Окончаниелерден қателесем. Өйткені мен ойлаймын, что орыс тілін маған керек болмаған үшін де үйренбеймін. Өйткені мен жай ғана Москваға көп барамын, ол жақта бизнесім бар, туыстарым бар. Мен ол жақта да ағылшынша сөйлесемін. Өйткені ол жақтың барлығы ағылшын форматта сөйлесіп біледі. Бізде как орыс тілі сияқты да. Сол себепті мен орыс тілінде жетік меңгермегенмін. Бірақ менде орыс оқушыларым бар. Инстаграм желісінен де көрсеңіздер болады. Оларға біздер көбіне мен ойлаймын, что мысалы орыс кісілер бізге курсқа келеді да, мен айтамын, мен орысша білмеймін деймін. Ол кісілер айтады, вот именно сол үшін келіп тұрмыз сізге дейді. Неге десем, біздер Теміртауда басқа кісіге берсек бұны дейді, қазір олар орысша өтеді сабақты. Орысша сөйлесіп кетеді. Сіздің білмегеніңіз сол плюс бізге. Оған сіз английский сөйлеңіз. Сол үшін жазады екен. Көп орыс кісілер келді да, солай қызығып көрді. Ал былай ағылшын тілі грамматикасын я орыс тілімен түсіндіре аламын. Әрине. Түсіндіре аламын. Одан сіздің оқушыларыңыздың арасында қандай ұлттың оқушылары болды? Өзбек ұлтында болды, қазақ ұлты, орыс ұлты. Так. Кейін, егер қателеспесем, бір қырғыздар келген еді. Қырғызстаннан емес, осы жердің қырғыздары, да? Месия. Так. Басқа жоқ. Может, мен білмей қалуымдан қазақша сөйлейтін отқанда. Бірақ осы 4 ұлтта болған, я. 4 ұлтта. Теміртау қаласында қанша филиалыңыз бар? Теміртау қаласында бір филиал бар. Алла жазса, осы жақын күндерде екінші жерде сөйлескенбіз, екінші филиал ашамыз. Адрестерін Алла жазса, ашылған кезде айтамыз. Сөйлесіп қойғанбыз бірақ. Осы июнь айында кіруіміз керек, Алла жазса. Сіз барлық сабақтарды өзіңіз жолы өтесіз бе? Негізі, мұғалім іздеп жүрмін. Келіп істеп практикада көріп жүрген мұғалімдер бар. Бір кісімен келісіп тоже істегенбіз. Өкінішке орай график жағы сәйкес түспей қалды. Сол үшін өте алмады. Бүткіл сабақты өзім өтемін. Теміртау қаласында, Қарағанды қаласында емес. Теміртау қаласында өзім өтемін бүткіл сабақты. Қарағандыда да бір филиал ма? Қарағандыда да бір филиалым бар. Бұл жақта мұғалім болғанбыз, мұғалім жұмыс жасайды. Мұғалім өтіп жатыр. Алла жазса, екінші филиал ашып жатсақ, может басқа мұғалімдер істеуі мүмкін. Әзірге белгісіз. Әзірге бірақ тек өзім өтіп жүрмін. Қалай үлгересіз? Сонда сізде бірнеше жұмысым бар дедіңіз алдында. Энергия мықты адам. Энергияны қайдан аласыз? Мен мына нәрсеге өзім түсінбеймін. Мысалға, мотивация дейді ғой, сол нәрсені түсінбеймін. Мен мотивация деген сөзді шынын айтайын кеше бір осы соңғы 10 жылдықта естідім. Одан алдын мен осы сөзді естімегенмін. Бізге маған мотивация керек емес деп ойлаймын. Потому что көретін қиыншылықтың бәрін көріп болғанмын да. Керек емес деп ойлаймын. Не сұрайсыз енді ол қандай мотивация? Мысалы, отбасыңыз болады, то есть мысалы бауырларым бар, анам бар, өмір сүру керек, өмір сүру үшін де күресу керек қой. Менің көзқарасым мотивация деген сөзді кім тапқан, что қандай адамдар айтады ғой, ештеңе ондай обязанности жоқ адамдар болады ғой, мысалы үйі да бар, қажеттілігі бар, просто әйтеуір бірден істеу үшін ойдай мотивациям неғып қалды деп. Мен ондай нәрсеге неғылмаймын өзім. Жоқ, кейде шаршап келгенде энергия көзін қайдан аласыз? Энергия көзін
отбасым туралы ойлаймын, мақсаттарым туралы ойлаймын, что жетуім керек деген сияқты. Кейін менің бір нем бар, үйде отыра алмаймын. Андай үйде отырсам, мен кішкене не болып қаламын уже. Өмірден қалып бара жатқан сияқты сезінемін өзімді. Далаға шығуым керек та мен. Кейін тағы да бір нем бар, жизненный позиция дейді ғой. Бірақ оны ешкімге привалить етпеймін, өтініш ешкім істемесін. Адамдар жаңа мотивация дедіңіз ғой. Мен қарыздан энергия алатын кісімін да. Мен мысалы квартира, машина, бір нәрсе үлкен көлемде аламын да. Соны жабу үшін жұмыс істеймін. Ал былай бүткіл қажеттілігім болса, мен тоже еріншек адаммын негізі. Бүткіл қажеттілігім болса. Мен специально өзімді қинайтын адаммын солай. Өзімді қинаған жақсы адаммын. Үлкен неге проектке тұрғанда өзімді. Сол үшін. Бүгінгі сұхбатымыздың басты сұрағына тоқтала кетсек, оқушылар не үшін Азамат Teacher курсын таңдауы қажет? Соған толығырақ жауап бересіз бе? Бізде біріншіден грамматика жағы бар. Басқа курстарда тек қана грамматика өтіледі. Оны бүткіл адамдар өзі біледі. Грамматикадан басқа нәрсе өтпейді. Бізде грамматика бар. Одан бөлек speaking бар. Speaking with me, яғни менімен болады. Одан бөлек оқушылар арасында жазу шетелдік носительдермен, қара нәсілді дейді ғой, солармен де. Оның Instagram желісінде де көреді адамдар ше, бізде ондай нәрсе бар. Одан кейін біз listening жағын тоже дамытқанбыз. Мысалы, мұндағы тұрған телевизорге оқушыларға фильм қойып береміз. Субтитрмен бессиптуйтер деңгейлері қарап, солай нелер болады. Кинолар көреді, радио тыңдайды, тоже сондай бар. Одан бөлек, мысалы, мұндағы тұрған жаңа книжный полкамызда кітаптар бар. Оқушылардың деңгейіне байланысты кітаптар бар, кітаптарды оқиды. Ағылшын тілінде кітаптар. Ешқандай ол жерде орысша, қазақша переводтар жоқ. Тек қана қазақша, ағылшынша. Одан басқа біз оқушылармен бірге writing жасаймыз. Writing жазу форматында. Ол жерде олар бір-біріне хат жазу арқылы, немесе тағы да жаңағыдай неше түрлі тақырыптарда эссе дейді ғой, эссе жазады оқушылар. Сондай, яғни IELTS-тың 4 программасы деп айтсақ та болады. IELTS-қа подготовка есебінде жүргіземіз. Одан бөлек біздің курсымызда мысалға көп оқушы оқиды. Бұның өзі бізге басқа оқушыларға көп осы нәрсе анализ жасайды. Не үшін теміртауда басқа курстар көп, не үшін біз таңдадыңыз? Айтады, көп оқушы келген, результатын көріп жатырмыз, отзывтар жақсы, сол үшін беріп жатырмыз. Рекомендация өте күшті дейді, сол үшін келіп жатыр екен. Одан бөлек тағы да бізде басқа сабақтан тыс менімен сабақ өту мүмкіншіліктері бар оқушылардың, менімен бірге. Мысалы, Instagram желісінде, немесе WhatsApp желісінде ағылшынша форматта менімен сұхбат өткізуіне болады оқушылардың. Кез келген уақытта. Бір сұрақ қойшы, сіз өзіңіз сізге қатысты. Повышение квалификация өтіп тұрсыз ба? Қаншалықты жиі? 6 айда бір. 6 айда бір өтіп Астана қаласында өтіп тұрамын. Одан бөлек Германияда осы жыл енді мен аяқтаймын. Әр жыл барған кезімізде мұғалімдерімізге біз не тапсырамыз? Отчет дейді ғой жаңағы, немен айналысып жүрміз. Осындай ИП-ны ашып көрсеткеннен кейін бұл жұмысты да тоже көрсетеміз да. Қай жерде не істеп жатырмыз, сол нәрсені үйретіледі. Мысалы, біздегі мұндағы жаңағы көрсеткен мен алдымда тұрған Мерфи кітабы шетелде оқып жүрген азаматтар біледі. Бұл кітаппен мен өзім үйренгенмін кезінде. Оқушыларға да осы кітаппен үйретемін. Мен шетелге барған кезінде ойлағам үшті бір форматта өтеміз деп та, бірақ грамматиканы осы кітаппен өткен бізге. Даже Германияның өзінде, Берлинде, столицасында осы кітаппен өткен. Ағылшын тілінде ең көп сатылған кітап осы. Бұл өкінішке орай Қазақстанға кірмеген бұл кітап. Өкінішке орай Қазақстанға кірмеген. Бұл Қазақстанда жоқ кітап, жалпы. Бұл кітап тек қана білікті жаңағы универдегі мұғалімдерде ғана болуы мүмкін, жаңағы сабақтан тыс былай форматта өту процесінде жүргізеді ғой, мысалы, ал былай мұғалімдерде бұл кітап жоқ. Шетелде осы кітап өтіледі. Реймонд Мерфи деген адам тарапынан жазылған. Түсініңіздер ғой. Бұл мысалға 2-ші деңгейге арналған, мынау 4-ші деңгейге арналған. Әрине, сабақты өту процесінде педагог болғанымыздан кейін неден өтіп тұрамыз? Неше түрлі семинарлар болады, оларға да мен қатысып тұрамын. Мен сияқты басқа Астана қаласында, Алматы қаласында, Қарағанды қаласында жалпы айта берсек көп. Осындай курс жүргізетін мен таныстарым бар. Мен сияқты.
Олармен тоже біз не өткіземіз өзара. Неше түрлі сайыстар, ойындар өткіземіз да, что қалай процесс жүргізіліп жатыр. Тәжірибе алмасу деп айтады бұл нәрсені. Олармен де солай істейміз.